Бірінші есеп мына комплексті амалдар қолдану керек. Яғни z тең z1 қосылған z2-ні табуым керек. Мынау бізде x1, y1, x2, y2 деп аламыз. Сонда бізде 3 қосылған 7 қосылған и 5 қосылған болу керек 2 болады. Енді бұл жерде 10 азайту 3i. Енді қосын модулін табамыз. Модулі z бізде 10 азайту 3i деп отырғаным, яғни түбірден алам, 10-ның квадраты қосамын минус 3-дің квадратына. 100 қосылған 9, 109 болады. Және түйіндесі, яғни 10 минус 3i-дің түйіндесінің төбесін болай 10 плюс 3i болады. Сына. Бірінші есеп z1, z2 белгісі комплексіне амалдар қолдану керек. Яғни z1-ді z2-ге қосуым керек. Демек, мынау x1, y1, x2, y2-ні қосам. Сонда 3 қосылған 7 қосылған и 5 азайту 2 болады. Азайту болған екен. Так, мынау 10 қосылған 3i болады. Енді модулін табам. Модулі, яғни 10-ның квадраты қосылған, так, 3-дің квадраты 100 қосылған 9, 109 болады. Және z тең 10 қосылған 3i-дің түйіндесі 10 азайту 3i болады. Түйіндесі. Жақсы. Екінші теңдеуді шешеміз. Яғни 4x квадрат минус 20x плюс 26 тең 0 дейді. Дискриминант минус 20-ның квадраты азайту 4 көбейту 4 көбейту 26. Сонда 400 азайту 416 минус 16 болады. x1, x2-ні табу үшін минус 20 плюс 20 плюс минус түбір асты минус 16 болады. 2 көбейтілген 4 болады. Сонда 20 плюс минус 16 көбейту i-дің квадраты болады түбірдің астында. Мынау 8 болады. Сонда 20 плюс минус 4i болады. Мынау 8. Сонда ортақ 4 жақсы шығып кетсе 5 плюс минус и, мынау 2 көбейту 4, 4-тер шығып кетсе, тең болады 5 плюс минус и 2. Жауабы 5 плюс минус и бөлімде 2 шығады. Жақсы. Үшінші санда жасыта кескіндеңдер дейді. Яғни 2 жасытық салып алайын. Минус 2 деп отырғаным, мұны минус 2 және 5. Екеуінің қиылысу нүктесі бізді z1-ді береді. Екіншісінде минус 5 деп отырғаным, мұны минус 5-те минус 3. Минус 3 екеуінің қиылысу жері z2-ні береді. Жақсы. Кейбір комплекс сандардың n-ші дәрежесін есептеңдер дейді. Z тең минус 2 минус 3i. Бұл жерде n тең 2. Демек, z тең минус 2 минус 3i-дің квадрат деген минус 2-ның квадраты плюс формуладағы 2 көбейту минус 2 көбейтілген минус 3i қосылған минус 3i-дің квадраты. Сонда бізде мынау болады 4 плюс 12i. 4,
3 12 плюс bo'ladi 12i 9i kvadrat. 9i kvadrat bizga i kvadrat minusты берсе, 4 қосылған 12i минус 9-ды береді да, сонда 12i минус 5 болады. Немесе минус 5 плюс 12i деп жазамыз. Жақсы. 5-ші y 2 көбейту 2x плюс 3 функциясының графигін салып мәндер жиынын табамыз. Яғни x, y минус 1, 0, 1-де. Тауып, егер минус 1-ді қоятын болсам, бізде 4 болады. 0-ді қоятын болсам, 1, 3, 5 болады. Және 1-ді қойсаң 7 болатын белгілі. Сөйтіп, так, x, y. Минус 1-ді қойған кезде, минус 1, 4 болады делінген. 0-ді қойғанда 5 болады. 4 болады деп, мына жерді бояйын. 5-ді бояйын. Және 1 болғанда 7. 6, 7 мұнда. Бізде 3-де не қыл керек. 3 деген мына жерде. Яғни 3-ді қимай өту керек. Так, 1 мұна отыр, 3 мұна. Графигі осылай сылады. Графигін салып, мәндер жиынын табады екенбіз. Мәндер жиыны сонда бізде болады. Y, ана 3 деген сонда жақын өтеді, бірақ 3-те жақын өтеді, просто қиылыспайды. 3 қосылған плюс шексіздік болады сонда. Мәндер жиыны. Жақсы. 6-шы логарифм функция графигін салып, және x1 нүктесіндегі туындысын табамыз. Яғни бірінші бұл жерде x, y деп логарифмнің графигін салайық. 1-де 3. 1 мен 3-ті бердім кеп тұр. Так, y-тен логарифм 3-де 1 берсе, қосылған 3, 0, 3 болады сонда. Логарифм 3-де 3, қосу 3, 1 берсе, 4 болады деген сөз. Графигін салып көрек. X, Y. Біз 3 бірден үлкен болып тұр, соны ескереміз. Так, 1-де 3. 1-де 3. Және 3-де 4. Егер графигім 3 бірден үлкен болса, онда оның графигі бұлай. Бұлай сылады. Және функцияның туындысын табамыз. Туындысы логарифм 3 негізі x қосылған 3. Туындысы 1 бөлінген x ln 3. 3-тің туындысы 0 болып кетеді. Енді y-тің орнына 1 қоям. 1 бөлінген 1 көбейту ln 3. Ол деген 1 бөлінген ln 3-ке тең. Жақсы. 7-ші бізде логарифм 14-де 7 тең a деп берілген. Логарифм 14-де 5b деп берілген. Онда логарифм 175 56-ны табыңдар дейді. Енді бұлай жасаймыз. Логарифм 175-те 56 дегенімді логарифм 14-те 56 логарифм 14-те 175 деп аламын. Сонда логарифм 14 56-ны 7 мен 8 көбейтеміз. Сонда 7 қосылған логарифм 14-те 8 болады. Мынау логарифм 175 деген 14-те 25 пен 25
жетіні көбейтеміз. Сонда логарифм 14-те 7. Кетесің ба? Сонда логарифм 7-те мынау а қосылған. Мынаны мен сразу жазбайын, логарифм 14-те 2-нің 3 дәрежесі деп жазайын. 14. Так, мынау 25 деген 5-ің 2 дәрежесі алдына түсетті. Мынау полный в-ға тең болады. Қосылған, мынау а-ға тең болады. Енді ана жағын өрнектеп аламын. Енді жалпы 3 алдына түсет. А қосылған 3, логарифм 14. 14-ті 7-ге бөлсем бізде 2 шығады. Сонда 14 азайту логарифм 14-те 7 деп алам. Бөлімін өзгеріс жазам. 2v қосылған а деп. Сонда а қосылған 3, 14-те 14 1 азайту а. Бөлімінде 2v қосылған а болады. Сонда а қосылған 3 минус 3а. 2v қосылған а. Так, 3 азайту 2а бөлімінде 2v азайту а. Жауабы логарифм 175-те 56 деп отырғаным 3 минус 2а 2v минус аға тең екен. Сегізінші есеп 9х 6 көбейту 3х минус 27 тең 0 теңдеуін шешем. Мынау бізде 3-тің квадрат х минус 6, 3х минус 27 тең 0. Сонда мен 3х-ті т деп аламын да. Т квадрат минус 6т минус 27 тең 0. Т1, Т2. Яғни 9-ға 3-ті көбейтсем, минус 27 жүр, қосса минус 6 демек, мынау плюс болады. Т1 9, Т2 минус 3. Демек 3х тең 9 болған жағдайда х тең 3х, оны былай жазайық. Так, 3х тең 3-тің 2 дәрежесі, сонда х тең бізде 2-ге тең. Ал 3х тең минус 3х болмайды деп бөгде бір дейміз. Сонда жауабы х тең 2. Теңсіздерді шешіңіз. Логарифм 2 негізді 3 минус х минус 1. Яғни 3 минус х-ның 0-ден үлкен деп аламыз. Одан кейін 3 минус х кіші 2-нің минус 1 дәрежесін деп осы теңсіздікті шығарамыз. Минус х минус 3 болып өтеді. Сонда х 3-ге. Ал мына жерде минус х 2-ден 1 минус 3 болса. Так, х 2 берсем 5. 5-тен 6-6-тан 1 5. 2. Так, минус болса теңсіздік ауысады. Немесе мынаны 2,5 деп алсақ та болады. Так, мына жерде 3 боялмайды. Және мұнда 2,5 шамамен мына жерде 2,5. Қиылысуы шешімі. Жауабы 2,5-те 3 жай жақша.